Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Назарларыңызға футболдан 2023-2024 жылғы УЕФА Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіндегі бірінші тур ойындары бойынша шолуымызды ұсынамыз. А тобында Түркия астанасы Стамбулда жергілікті Галатасарай Данияның Копенгаген командасын қабылдаған болатын. Түрік командасы матч барысында өздерінің фаворит екендігін ойындарымен байқатқан, бірақ ойындағы есепті 35 минутта қонақ команда ашты. Ал 58 минутта олар оны тіпті еселеген де болатын. Дания командасының фаворитті жеңетін жоспарына олардың қорғаушысы Элиас Елерттің екінші сары қағаз алып алаңнан қуылуы кедергі болды. Сан басымдығына ие болған Галатасарай шабуылдарын үдете түсті. Ойыншылар алмастыруын да сәтті жасады. Сөйтіп олар 86 және 88 минуттарда гол салып есепті теңестіреді. Қорытынды есеп 2-2, командалар ұпай бөлісті. А тобындағы екінші кездесу Германияның Бавария, Мюнхен және Англияның Манчестер Юнайтед командалары арасында өтті. Мюнхенде болған бұл кездесу өте көңілді болды. Себебі бұл ойында 7 гол салынған болатын. Бірінші таймда алаң иелері 2 жауапсыз гол салады. Гол авторлары Лерой Сане және Серж Гнабри. Ал үзілістен кейін 49 минутта Манчестер Юнайтед бізге өте таныс дат ойыншысы Расмус Хойлунд есепті қысқартады. Бірақ 54 минутта Харри Кейн пенальтиден гол салып, тағы да Баварияның 2 гол басымдығын қайтарады. Манчестер Юнайтедтің бразилиялық ойыншысы Каземиро есепті тағы қысқартса, француз Матейс Тель Баварияның 4-ші голын салып кетеді. Матчтағы соңғы голды тағы да Каземиро салады. Бірақ оның голы командасына ұпай әкелмеді. Бавария А тобында көш бастады. Галатасарай мен Копенгаген бір ұпайдан алды, ал көш соңында ұпайсыз қалған Манчестер Юнайтед. Б тобында англиялық Арсенал Нидерландылық ПСВ-ны 4-0 есебімен тас-талқан етті. Чемпиондар лигасында көптен ойнамаған Арсенал оралуын осылай Лондонда жанкүйерлерінің алдында атап өтті. Гол салғандар Букайо Сака, Леандро Троссар, Габриэл Жезус және Мартин Эдегор. Б тобындағы екінші кездесу испаниялық Севилья мен франциялық Ланстың арасында өтті. Ойынның 9-шы минутында Лукас Акампос командасын алға шығарады. Ал Ланс ойыншысы Анджело Фюлджини 24-ші минутта есепті теңестіреді. 1-1 есебі матч соңына дейін өзгермеді. Б тобында бірінші тур қорытындысы бойынша Арсенал бірінші орында, Севилья мен Ланс екінші және үшінші орындарды бөлісті, ал төртінші орында ПСВ командасы. С тобында испаниялық Реал Мадрид Германияның Унион Берлин командасын қабылдады. Испандықтар неміс қорғанысын ойынға қосылған қосымша уақытта ғана бұза білді. Матчтағы жалғыз голдың авторы Джуд Беллингем. С тобының екінші матчында Португалияның Брага командасы италиялық Наполиді қабылдаған болатын. Есепті 45+1 минутта қонақ команда Наполи ашады. Гол авторы Джованни Ди Лоренцо. 84 минутта Армин Дубрума есепті теңестіргенімен, 88 минутта Браганың африкалық қорғаушысы Сику Ньякате өз қақпасына гол салып алып, Наполи жеңіске жетеді. С тобында бірінші тур қорытындысы бойынша Реал мен Наполида 3 ұпайдан бар, ал Унион мен Брага керісінше ұпай иеленбеді. Д тобында испаниялық Реал Сосьедад Италияның Интер командасын қабылдаған болатын. Есепті алаң иелері 4-ші минутта ашады. Гол авторы Брайс Мендес. Интер 87-ші минутта Лаутаро Мартинестің көмегімен есепті теңестіреді. Қорытынды есеп 1-1. Д тобының екінші ойынында Португалиялық Бенфика Австрияның Зальцбургынан жеңілді. Зальцбург ойыншысы Роко Шимич 15-ші минутта пенальтиден есеп ашса, 54-ші минутта Оскар Глухоны еселеді. Сөйтіп бірінші тур қорытындысы бойынша Зальцбург Д тобында көш бастады. Реал Сосьедадты жеңе алмаған Интер испандықтармен екінші және үшінші орындарды бөлісті. Ал өз алаңында австриялықтардан жеңілген Португалиялық Бенфика соңғы орында қалды. Е тобында итальяндық Лацио испаниялық Атлетиконы қабылдады. Есепті 29-ші минутта қонақ команда ашады. Гол авторы Пабло Барриос. Ал алаң иелері 90+5-ші минутта шабуылға араласқан қақпашысының баспен салған голының арқасында тең ойынды жұлып кетеді. Қорытынды есеп 1-1. Е тобының екінші ойыны Нидерландылық Фейнорд пен шотландиялық Селтик командаларының арасында өтті. Мұнда Фейнорд командасы жеңіске жетті. Калвин Стенгс 45+2-ші минутта есеп ашты. Және 76-ші минутта Фейнордтың ирандық шабуылшысы Алиреза Джаханбахш есепті еселеді. Қорытынды есеп 2-0 Фейнордтың пайдасына. Бірінші тур қорытындысы бойынша Е тобында Фейнорд бірінші орында, екінші және үшінші орындарды Лацио мен Атлетико бөлісті, ал төртінші орында шотландиялық Селтик.
F тобында Италияның Милан командасы Чемпиондар лигасына 20 жылдан кейін оралған Англияның Ньюкаслын қабылдады. Қаншама мүмкіндіктері болса да, Милан ойында есеп аша алмады. Тең ойын Ньюкасл үшін жаман емес. Осы топтағы екінші ойында Францияның ПСЖ командасы германиялық Боруссия Дортмундты қабылдаған болатын. Килиан Мбаппе және Ашраф Хакимидің голдарының арқасында ПСЖ қарсыласын 2-0 есебімен жеңді және топта көш бастады. Екінші және үшінші орындарда Милан, Ньюкасл командалары. Төртінші орында әзірге Боруссия Дортмунд. G тобында швейцариялық Young Boys Германияның Лейпциг командасын қабылдады. Бұл ойында Бундеслига өкілі басым болды. Олар 3-ші минутта есеп ашады. Гол авторы Мохамед Симакан. 33-ші минутта Мешак Элия есепті теңестіргенімен Лейпциг тағы да жауапсыз 2 гол салады. Неміс командасының сенімді жеңісі. Екінші ойында топтың ғана емес бүкіл турнирдің фавориті англиялық Манчестер Сити Сербияның Цервена звездасын қабылдады. Фаворит бірінші таймда 0-1 есебімен жеңілді. Дегенмен олар екінші таймда жауапсыз 3 гол салды. G тобының бірінші турдан кейінгі турнирлік жағдайы назарларыңызда. H тобының фавориті испаниялық Барселона Бельгияның Антверпенін 5-0 есебімен тасталқан етті. 5 голдың 2-ін португалиялық футболшы Жоао Феликс салды. Ал осы топтың екінші ойынында бейтарап алаңда украиналық Шахтер Португалиялық Портудан жеңілді. Есеп 1-3. Португалиялықтар 8-ші минутта есеп ашады. 13-ші минутта Шахтер оны теңестіргенімен Порту тағы да 2 жауапсыз гол салады. Бірінші тур қорытындысы бойынша Барселона мен Порту 3 ұпайдан иеленді, ал Антверпен мен Шахтерда ұпай жоқ. Осымен футболдан 2023-24 жылғы UEFA Чемпиондар лигасының топтық кезеңіндегі бірінші тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. Бізді қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Каналымызға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.